Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya Karim, amin ya mu'in, wa ballaghana Rasuluhul Karim. Biz ұлы имам Науауидің Зікірлер атты кітабының қысқартылған нұсқасынан өтілген сабақты бүгін ары қарата жалғастырамыз. Бірнеше хадистерді оқып жатқан болатынбыз. Соның бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Бұл хадис имам Тирмизидің, имам Ибн Мәжаның хадистер жинағында Жәбір ибн Абдилла деген, Алла ол кісіден разы болсын, сахабадан келеді. Жалпы сахабалардың есімі аталған кезде Алла ол кісіден разы болсын, радиаллаху анху, ер адамдар болса, әйел кісілер болса радиаллаху анха деп айтудың пайдасы бар. Өйткені біріншіден сіз бір мұсылман бауырыңызға дұға жасаған боласыз. Алла ол кісіден разы болсын деп дұға жасаған боласыз. Мұсылман бауырыңызға дұға жасау жақсы амал. Екіншіден дейді, кім сахабаларға көп дұға жасайтын болса, қияметте сол кісіні сахабалар таниды екен. Сізді сахабалар таниды, сіз көп дұға ететін болсаңыз. Және осы дұға сахабаларға жеткізілген кезде ол кісіден де Алла разы болсын деп сахабалар сізге дұға етеді екен. Сондықтан сахабалардың есімі аталған кезде Алла разы болсын, радиаллаху анху деп айту өте сауапты амал. Қала самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынадай дегенді мен естідім дейді. Афдалу зикр ла илаха иллаллах. Зікірлердің ең хайырлысы, ең афзалы ол ла илаха иллаллах деген сөз. Не үшін? Не үшін жалпы ла илаха иллаллах сөзі зікірлердің ең хайырлысы? Өйткені ол жәннаттың кілті. Жәннат есіктерінің кілті ла илаха иллаллах сөзі екен. Демек сіз ла илаха иллаллах сөзін көп айтсаңыз, жәннаттың есігін қақтыңыз деген сөз. Жәннаттың есігінің кілті сіздің қолыңызда. Сондықтан да енді зікір көп. Құран оқуда зікір, салауат айтуда зікірдің қатарына жатады, Алланы еске алудың көп. Бірақ соның ішіндегі өте бір ерекшесі осы ла илаха иллаллах сөзі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде келтіреді. Біз мынау адам өмірден өтіп, сондай соңғы сәтіне келген кезде талқин жасаймыз. Ла илаха иллаллах сөзін өмірден өтейін деп жатқан, соңғы сәтіне жеткен адамның қасына барып, өзіміз қайталап айтамыз. Не үшін? Өйткені хадис бар. Мән кәна ахиру кәләмихи ла илаха иллаллах. Кімдегімнің соңғы сөзі, қараңыз, соңғы сөзі ла илаха иллаллах болатын болса, дахалал жәнна. Ол адамның жәннатқа кіретіндігіне бір сүйінші болады дейді. Енді бұл өмірде айталмай кеткен адам тозақтық дегенді білдірмейді. Адам айтпай да, тілі келмей де кетуі мүмкін, бірақ өмірде ол жақсы амалдарын жасап жүрген адам болса, біз жәннатқа кіреді деп үміт етеміз. Бірақ бұл сөзді айту, мынау артында қалған адамдарға бір белгі екен. Ол адамның жәннаттық екендігіне. Бұл жерде ахиру кәләмихи деп тұр да, соңғы сөзі. Ол адам ла илаха иллаллахны айтты, болды, одан кейін есінен танып кетті. Одан кейін сөз айтқан жоқ. Дүниелік сөз айтқан жоқ одан кейін. Онда ол адамның соңғы сөзі демек ла илаха иллаллах болды деген сөз. Одан кейін қанша сөздер айтатын болса, онда бұл хадистің былайша айтқан кезде шеңберіне кірмей қалады. Бірақ ол адам Алланың қалауымен жәннаттық болуы мүмкін. Бірақ соңғы сөз осындай болу, бұл бір сүйінші екен. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде бұны біз
Мысалы, Мұғалім Сәни кітабында осы ла илаха иллалла сөзінің атын не деп атаймыз? Калима таййиба дейміз, дұрыс па? Жақсы сөз. Калиматун таййибатун. Жақсы сөз деген сөз. Бұл қайда шықты, бұл жақсы сөз деген сөз? Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Ибрахим сүресінің 25 аятында айтады бұны. Осы ла илаха иллалла сөзі деп айтады тәфсір кітаптарында көп ғалымдар. Астағфиру билла. Әлем тара кайфа дараба мәсәлән калиматан таййибатан кашажаратин таййибатин аслуха сабитун ва фар'уха фис-самаа ту'ти укулаха кулла хинин биизни раббиха. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағала айтып жатыр. Алла Тағаланың дейді, мынау бір түп тамыры жердің астында болған. Ал оның жемістері, бұтақтары биікте аспанда болған. Сондай бір ағаш сияқты жақсы сөзді мысалға келтіргенін көрмейсің бе? Деп пайғамбарымызға айтып жатыр. Ол жемісін, ол ағаш Алланың қалауымен әр жыл сайын адамдарға беріп отырады. Енді осы жеміс ағашын біздің тәфсір кітаптарында ғалымдарымыз құрма ағашы деп айтқан. Құрма ағашының тамыры тереңде болады. Және сонымен бірге ол биік және ол жемісін беріп отырады үнемі. Енді осы ла илаха иллалла сөзі не үшін жеміс ағашына ұқсатылды? Өйткені айтты ғой, аслуха сабитун. Тамыры тереңде, бекем, мықты тамыры. Тура сондай, ла илаха иллалла деген сөз ол иман. Адамның иманының тамыры ол жүрегінде болады. Иманның тамыры жүрегінде. Ва фар'уха фис-самаа. Мынау құрма ағашының жемісі биікте болған сияқты дейді. Адамның жасаған амалдары сол иманы себепті Алланың құзырына кетеді екен. Алланың құзырында болады. Сіз жақсылық жасасаңыз. Құрма ағашы жылда жеміс беріп тұрған сияқты дейді. Адамның ла илаха иллалла, Алладан басқа құдай жоқ деген ұғымы егер жүрегіне мықты орнаған болса, ол адам үнемі жақсылық жасайды. Сауапты істер жасайды. Біреуге қиянат жасамайды, өтірік айтпайды. Демек, ла илаха иллалла сөзінің жемісі ол адамның өмірінде жеміс беріп жатыр. Өмірінде көрініс тауып жатыр. Құрма ағашының жемісі сияқты дейді. Сондықтан бұны калиматун таййибатун деп атаған. Жақсы сөз деп атаған. Сондай бір сөз ол адамның жүрегіне орнайды. Сол арқылы жасаған құлшылықтары Алланың құзырына кетеді. Соның мағынасын шынайы ұғынатын болса, адам үнемі жақсылықтармен шұғылданады дейді. Және біздің ғалымдарымыз айтқан, бала жаңадан былдыр-былдыр етіп сөйлеп, тілі шыға бастаған кезде адам ла илаха иллалла сөзін үйрету керек дейді балаға. Басқа сөзбен емес. Түсінікті ме? Жаман сөздермен, боқтық сөздермен баланың тілін шығармау керек. Тілі шыға бастаған кезде тура сіз мынау өмірден өтейін деп жатқан адамға қасында отырып ла илаха иллалла сөзін қайталайсыз ғой. Баланың тілі шығып атқан кезде де қасында отырып сол ла илаха иллалла сөзін көп қайталау керексіз дейді. Өйткені ғалымдарымыз айтқан, баланың тілі ла илаха иллалла сөзімен шығатын болса, сол бала Алланы көп еске алатын балалардан болады деп айтқан. Ла илаха иллалла сөзімен баланың тілі шығатын болса. Сондықтан балаларымызға осы сөзді жаңадан тілі шығайын деп атқан кезде үйретейік. Алланы көп еске алатын пенделерден болса, құлдарынан болса жақсы ғой ертең. Осы себепті. Пайғамбарымыздың бұл да бір хадис екен. Сондықтан осы зікірді көп айтайық. Ла илаха иллалла деп айтыңыздар, осы сөз көп күнәдан тазартатын деп те біздің
ғұлама ғалымдарымыз жырлап кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде, бұл имам Бұхаридің хадистер жинағында Абу Муса әл-Ашғари, Алла ол кісіден разы болсын, осы кісіден жеткен хадисте пайғамбарымыз былай дейді: мәсәлул ләзи язкуру раббаху, немесе мәсәлул бәйти әлләзи юзкараллаху фихи вәл бәйт вәлләзи ла юзкараллаху фихи мәсәлул хайй вәл мәйт. Алла еске алынған үймен Алла еске алынбаған үйдің арасындағы айырмашылық ол тірі мен өмірден өткен адам сияқты деп айтқан. Имам Бұхаридің басқа бір хадисінде келеді: мәсәлул ләзи язкуру раббаху вәлләзи ла язкуруху мәсәлул хайй вәл мәйт. Алланы еске алып, көп зікір айтып жүрген адам мен Алланы еске алмайтын, зікірмен шаруасы жоқ, жұмысы жоқ адамның арасындағы айырмашылық бұл өлі мен тірі сияқты деп айтқан. Бұл жерде қараңыз, бұл хадистің біз мағынасына үңілетін болсақ, Алланы кім көп еске алатын болса, сол адамның есімі періштелердің арасында үнемі зікір етіледі екен. Пәленше деген адам Алланы көп еске алады. Пәленше деген кісі пайғамбарға көп салауат айтады. Періштелер ол адамға қызыға қарайды дейді. Ал Алланы зікір етпейтін, пайғамбарға салауат айтпайтын, зікірмен мүлдем жұмысы жоқ адамның есімі періштелердің арасында аталмайды екен. Періштелер оларды танымайды екен. Қандай періштелер? Жақсылық жасайтын періштелер танымайды екен. Міне, сондықтан да ол адаммен өмірден өткен адамның айырмашылығы жоқ дейді. Сондықтан да Алланы көп еске алатын адам мен еске алмайтын адамның арасындағы айырмашылық тірі мен өмірден өткен адам сияқты деп рухани жақтан айтып жатыр да. Әйтпесе екеуі де тірі адам ол. Екеуі де тірі. Бірақ періштелер таниды ма ол адамды? Егер рухани жақтан тірі адам болса таниды. Сондықтан да біздің ғалымдарымыз айтады, үйдің берекеті үш нәрсемен келеді деп айтқан. Дұрыс, сіздің үйіңіз қарапайым үй болуы мүмкін, бірақ ол үйде берекет бар. Ол үйде рухани ауа бар. Қанша зәулім сарай болса да, қасыр болса да, ол жерден бір сіз руханият сезінбеуіңіз мүмкін. Алланың нұрын сезінбеуіңіз мүмкін. Үйдің берекеті үш нәрседе дейді. Біріншісі, зикрулла. Ол үйде Алла еске алыну керек. Құран оқу, пайғамбарға салауат айту Алланы еске алудың қатарына кіреді. Екіншісі, мәжлисул илм. Білім мәжілісі болу керек. Сіз бала шағаңызбен отырып, жұбайыңызбен отырып, осы жерде үйренген сабақтарыңызды үйрететін болсаңыздар, айтатын болсаңыздар, демек ол үйде білім мәжілісі болып жатыр деген сөз. Екіншісі бұл. Үшіншісі, ад-дуйуф дейді, қонақ. Дуйуф, қонақтар. Үйге үнемі көп қонақ келетін болса, ол үйдің берекеті артады. Үйдің руханияты осы үш нәрсемен артады деген. Ол үйден сіз үнемі жақсылық сезінесіз. Ол үйде жаман нәрселер болмайды. Осы үш нәрсе үнемі бір адамның үйінде болатын болса. Демек, Алланы зікір етудің өте көп пайдасы бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде келтіреді. Бұл имам Бұхаридің сахих хадистер жинағында Саад бин Аби Уаққас, Алла ол кісіден разы болсын, сахабадан жеткен хадис. Күнна айнда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Бір күні біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында едік дейді. Жанында отыр едік дейді. Фақал, пайғамбарымыз бізге айтты: Аяжизу ахадукум ан яксифа фи яумин алфа хасанатин. Алфа хасанатин. Сендердің біреулерің бір күнде, әр күні 1000 жақсылық жасауға әлсіздік танытасыңдар ма сендер? Шамаларың келмей ме деп пайғамбарымыз бізге айтып жатыр. Былайша айтқанда,
сөгіс бар да бұл жерде. Қалай сендердің шамаларың келмейді бір күнде 1000 рет жақсылық жасауға деген. Фасалаху саилун мин жуласаихи дейді. Сол кезде пайғамбарымыздың қасында отқан сахабалардан біреуі сұрады дейді. Кайфа яксибу ахадуна алфа хасанатин. Қалай бір адам күнде 1000 жақсылық жасауы мүмкін? 1000 жақсылық күнде. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді. Юсаббиху ми'ата тасбихатин фатуктабу лаху алфу хасанатин. Бір адам күнде 100 рет тәсбих айтатын болса, ол адамға 1000 жақсылық жазылады деп айтқан. Тәсбих деген не ол? Субханалла, дұрыс па? Субханаллахи, субханаллахи деген сөз, тәсбих Алланы пәктеу, ұлылау, 100 рет айту қиын емес қой. Тәсбихті 1 рет айналдыруға ары кетсе 2 минут уақыт кетеді. Бірақ сізге 1000 жақсылық амал дәптеріңізге жазылады. Бұнымен біте ме? Жоқ, бітмейді дейді. Әу тухатту анху алфу хатиатин. Сіздің амал дәптеріңіз жақсылыққа толып тұрса, немесе сізге жақсылық керек емес болса егер, онда сіздің амал дәптеріңізден Алла тағала 1000 қатені өшіріп тастайды екен. 1000 қатеңіз бұл жерде енді үлкен күнәлар емес. Кішігірім күнәлар бар ғой, күнде жасап қоятын. Біреудің артынан сөйлеп қоямыз, қарап қоямыз, ойымыз кетіп қалады. Міне сондай кішкентай күнәлардың 1000-ын өшіріп тастайды екен. 1000 күнәңіз кетті, болды. Жаңа мен сабақтың басында айтып кеткендей, ол 1000 күнә кетті ме, болды, қияметте сұралмайсыз одан сіз. Әу тухатту анху алфу хатиатин. Жеңіл. Субханаллахи, 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 субханаллахи. 100 рет айтасыз, болды. 200 рет айтсаңыз, 2000 қатеңіз кетеді. 300 рет айтсаңыз, 3000 жақсылық жазылады амал дәптеріңізге. Көп. Амал жасасақ егер, жақсы амалдар көп екен. Бұл имам Муслимнің хадистер жинағында келеді. Келесі. Имам Муслимнің хадистер жинағында Абу Зар, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынадай бір хадисті жеткізеді. Біз бұл кітаптың басында негізі осы зікірдің маңыздылықтары туралы тоқталып жатырмыз. Бір адам үнемі Алланы еске алып, осы дұғаларды оқып жүретін болса, қандай ол адамға жақсылықтар келеді. Бізді қызықтырып жатыр имам Науауи. Міне, осындай жақсылықтар бар, осындай сауапты істер бар. Жасаңдар дейді сендер соны. Имам Муслимнің хадистер жинағында Абу Зар, Алла ол кісіден разы болсын, былай дейді. Әнне Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Юсбиху аля кулли сулама мин ахадикум садақатун. Әрбір таңда оянған кезде сіздің деніңіз сау болатын болса, хадистерде келеді, әрбір дене мүшеңіз үшін дейді. Не болмаса, сүләма деген сөз екі мағынаны білдіреді. Әрбір дене мүшесі, не болмаса, әрбір буын үшін. Адам денесіндегі әрбір буын үшін сіз садақа беру керексіз. Таңертең ояндыңыз, бүкіл денеңіз сау, аман есен ояндыңыз. 360 буыныңыз үшін сіз садақа беру керексіз. Енді жақсы, адам қалай садақа береді? Пайғамбарымыз хадисінде айтады. Факулле тасбихатин садақатын. Сіздің әрбір айтқан субханалла деген сөзіңіз сол садақа. Садақаңыз деніңіз үшін, саулығыңыз үшін, амандығыңыз үшін Аллаға айтып жатқан. Вакулле тахмидатин садақатын. Әрбір рет Алланы мадақтауыңыз сіздің садақа дейді. Алхамдулилля деп айтқаныңыз садақа. وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ. Әрбір «Ла илаха иллаллах» деп айтқаныңыз садақа болып саналады дейді. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ. Әрбір рет «Аллаху акбар» деп айтқаныңыз садақа. Мынау үлкен ұстаздардан тыңдасаңыздар, «Ла илаха иллаллах» деген кезде созады.
Не болмаса Аллаху әкбар деп айтады. Бұл жердегі қараңыз, Алла деген кездегі ләмді үлкен айтады. Не үшін? Алланың ұлылығын білдіру үшін дейді. Алланың құдіреттілігін білдіру үшін. Әрбір қараңыз. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. Әрбір сіздің біреуді жақсылыққа шақырғаныңыз садақа сіз үшін. Біреуді жамандықтан тыйғаныңыз ол да садақа. Және жақсы бір адам осының барлығын жасай алмаса егер, тәкбір айта алмады, тәсбих айта алмады, وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهَا مِنَ الدُّحَى. Ол адамның духа уақытында, күндіздің әуелгі бөлігінде Алла үшін оқыған 2 ракағат намазы осылардың барлығының орнын басады деп айтқан. Яғни бұл духа намазы. Сіз бірінші сіз зікірлер. Бір адам оған шамасы келмесе егер, онда духа намазын оқысын. Духа намазы сіздің диніңіздің саулығы үшін Аллаға беріп жатқан, ол сіздің Алла жолында жасап жатқан садақаңыз екен. Духа намазы. Енді бұл духа намазы жөнінде мен қысқаша тоқтала кетейін. Жалпы духа намазының ең азы ол 2 ракағат. Жалпы уақыты таңертең күн шыққаннан бастап, найзағай көтерілгеннен бастап, 5 намазының уақытына аз уақыт қалғанша, яғни мәкрух уақыт кірмей тұрып сіз оқып болу керексіз. Енді Ханафи мазхабының ғалымдары осы күнді 4-ке бөлген кезде дейді, алдыңғы бір бөлігі өткен кезде духа намазының уақыты басталады дейді. Мысалы, қазіргі таң намазының уақыты кірген сәттен бастап біз күнді есептейміз. Таң намазының күн шыққан сәттен бастап емес, таң намазының уақыты кіргеннен бастап күн есептеледі. Содан бастап қай уақытқа дейін? Ақшам намазына дейін. Сол сағатты шығарасыз, бүкіл қанша екен. Соны 4-ке бөлесіз. Соның алдыңғы бір бөлігі біткен кезде, демек духа намазының уақытын кіріп, былайша айтқан кезде, сол кезде оқысаңыз жақсы болады. Бұл қазіргі таңда мөлшермен біздегі күннің таң намазының уақыты кіргеннен бастап ақшам намазына дейін аралық бір 10-10,5 сағат көлемінде күн болады. Демек, 2 сағат 40 минут екен. Біз 4-ке бөлетін болсақ, 2 сағат 40 минуттен 35-40 минуттан түседі. Демек, таң намазының уақыты 6:20-ларда ма кіреді ғой осы кезде, 6:17-де ма сол уақытта. Содан бастап біз есептейтін болсақ, демек, бір 9-ға жақындап қалған кезде духа намазын арғарата оқи берсек жақсы уақыт, духа намазы. Бұл духа намазының ең азы 2 ракағат. Жалқаулар үшін 2 ракағат, ең азы. Енді әднәл кәмәл дейді. Кемелділіктің ең төменгі шегі ол 4 ракағат деген. Бірақ 2 ракатта не істейсіз? Сәлем бересіз. 2 ракатта сәлем беріп оқысаңыз, сауабы көбірек болады. 2 ракаттан кейін сәлем бересіз, тағы 2 ракат бастайсыз, солай. Ал енді 8 ракағат ол абзалы деген. Түсінікті ме? 8 ракат абзалы. Ең көбі 12 ракағат. Ең көбі 12 ракағат. Бірақ, мысалы, бір адам 8 ракағат оқитын болса, Ханафи мазхабы бойынша 2 ракағаттан сәлем беріп оқығаны дұрыс. 2 ракатта сәлем бересіз, 2 ракатта сәлем бересіз, 8 ракағатта 4 рет сәлем бересіз, солай. Біз үшін 2-ден бастап кеткеніміз жақсы негізі. 2-ні тастамай жүрсек те үлкен олжа негіз ол да. Дұрыс па? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл намазды сахабаларына өсиет еткен намаз. Өсиет деген нәрсе өте маңызды ол. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала «Уассайнал инсана биуалидайхи» деп келтіреді. Алла тағала адам баласын ата-анасына жақсылық жасауға өсиет етті дейді. Көрдіңіз бе? Сіздің ата-анаңызға жақсылық жасауыңызды уасия сөзімен келтіріп жатыр. Және Алла тағала қасиетті Құран кәрімде
осы бала тәрбиесі жөнінде де уасия сөзін келтіреді. Өте маңызды. Бала тәрбиесі қандай маңызды? Балаңыздың тәрбиесі, тәртібі өте маңызды. Ата-анаға баланың құрметі, ата-ананың қарауы ол да маңызды. Демек, пайғамбарымыз бұл намазды сахабасына өсиет еткен. Тура сондай. Қандай? Қайсы сахабаға? Абу Хурайра және екіншісі Абу Дарда. Осы екі сахабаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам духа намазын тастамау жөнінде осы уасия, усикум сөзімен келтіреді. Уси, өсиет етем деген сөзбен пайғамбарымыз келтіреді. Пайғамбарымыз сахабасына өсиет еткен намаз екен. Бір адам дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді, ин саллайта духа ракаатайни, егер бір адам духа намазын 2 ракағаттан болса да оқып жүретін болса, ләм туктаб минал ғафилин, ол адам Абу Зар ал-Ғаффари хадисті бұл кісі жетіреді, имам Байхақидің хадистер жинағында, ол кісі ғафлетте болған адамдардың қатарында болмайды дейді. Ояу болады, яғни рухани жақтан. 2 ракағаттан оқысаңыз да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынау 4 ракағат оқу жөнінде пайғамбарымыздың хадисі бар. Бұл хадистің арабша мәтіні менің есімде қалмапты, бірақ мағынасында былай. Алла тағала айтады дейді, ей адам баласы, таңғы уақытта, яғни күннің әуелгі бөлігінде маған 4 ракағат намазға кепілдік берсен, оқуға кепілдік бер, күннің қалған бөлігінде мен саған кепілдік беремін деген. Яғни сол күннің хайыры мен берекетін саған насip етем. Сол күннің жамандығынан мен сені қорғайым деген. Сондықтан да 2 ракағат болсын, 4 ракағат болсын, осы духа намазын біз оқып жүргеніміз өте жақсы, өзімізге өте пайдалы болып саналады. Имам Бұхаридің хадистер жинағында тағы мынандай хадистер бар. Имам Бұхари және имам Мүслимнің хадистер жинағында мынандай хадис келеді. Абу Муса ал-Ашғари, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні маған айтты дейді. Әла әдуллука аля канзин мин кунузил жанна. Жәннаттың бір қазыналарынан бір қазынаны саған айтайын ба? Соған жол көрсетіп жүрейін ба дейді. Сыртта егер бір жерде қазына бар екен, жердің астында десе, біреу бізге жол көрсетіп жерсе, қалай соған жүгіреміз? Қазына бар десе бір жерде. Пайғамбарымыз айтып жатыр да, жәннаттың қазынасы дейді. Жәннаттың қазынасын сендерге көрсетейін бе деп айтып жатыр Абу Муса ал-Ашғариға. Фақулту бәлә я Расулалла, я деп айттым дейді мен сол жерде. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, құл ла хаула ва ла қуввата илля билля. Ла хаула ва ла қуввата илля билля деп айт. Бұл жәннаттың қазынасы деген. Ла хаула ва ла қуввата илля билля. Жеңіл сөздер, өзіміз намазда айтып жүрген сөздер. Бұның мағынасы өте жоғары негізі. Өте мағынасы терең сөздер. Өйткені ғалымдарымыз айтады. Ла хаула, Ибн Масғудтан жеткен бұл дұғаға түсіндірме болса керек. Яғни бұл сөздің мағынасы, я Алла тағала, жамандықтан бас тартуда, жамандықтан бас тарту үшін менде ешқандай дәрмен жоқ. Күнәға кетіп қала берем. Тек қана егер сен қорғайтын болсаң ғана мен жамандықтан қорғалам. Жақсылық жасауға менің бойымда күш-қуат жоқ. Тек қана сен күш-қуат беретін болсаң, менде жақсылық жасауға күш-қуат болады деген сөз. Сондықтан да арифиллах дейді ғой. Алланы таныған адамдар айтады, сізде бір дейді, жақсы амал пайда болып келе жатыр ма сізде? Қарасаңыз, духа намазын оқып бастаған екенсіз. Сіз
осы ла хаула ва ла қувата сөзін көп айтыңыз дейді. Көп айтыңыз. Өзіңізге алмаңыз дейді, жасаған жақсылығыңызды. Мен жасап жатырым деген түсінік болмасын сізде дейді. Мен жасап жатқан жоқпын. Құдай беріп жатыр маған. Құдайдың қуатымен жасап жатырмын деген сөз. Кімде-кім қандай да бір жақсылыққа жеткісі келсе, жасап жүрген жақсылығын және де жалғасты өмірінде көргісі келсе, осы дұғаны көп айтсын деген. Ла хаула ва ла қувата илля билля. Сондықтан құлшылығымызда жалқаулық болса егер, осы дұғаны көп айтайық. Құлшылығымызда жалқаулық болатын болса, таң намазына тұра алмай жүрсек, дұрыс па? Намаз оқу бізге ауырлық сезініп жүрсе, нәфіл құлшылықтарды жасай алмай жүрсек, зікір айта алмай жүрсек, салауат айта алмай жүрсек, осы дұғаны көп айт дейді. Алла сізге жәрдем береді сонда. Алла сізге жеңілдік береді осы құлшылықтарды жасау. Өйткені біз бұл жерде күш пен қуатты өзімізге теліп тұрған жоқпыз. Құдайға, я Алла тағала, қандай жақсылық болса сенде. Сенен болып жатыр, күш қуат сенде. Алланың құдіреті шексіз ғой. Сондықтан да сіздің жақсылығыңыз жалғасты болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл хадисі қарасаңыздар. Келесі бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл Әбу Дауудтың хадистері жинағында, Әбу Дауд және имам Тирмизидің хадистері жинағында келген хадис. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Әйел мынау Меккеден Медине қаласына хижрет жасаған, көшіп барған әйел сахабаларға қарата пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады. Әннен нәбия саллаллаху алейхи вассалам әмәрахунна. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға әмір етті, бұйырды. Ән юраина бит такбири. Алланы ұлықтауға үнемі. Вә тақтиси. Алланы не істеуге? Пәктеуге. Және вә тәхлили. Үнемі ла илаха иллаллах сөзін айтуға оларға әмір етті дейді. Және осы хадисте айтады. Вә ән яқидна бил әнамили. Мынау сол тәсбихтарды айтқан кезде не істейміз? Саусақтармен санау жөнінде. Пайғамбарымыздың хадисі бар екен. Субханалла, 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 субханаллахи, алхамдулиллахи, алхамдулиллахи, алхамдулиллахи. Не үшін? Өйткені фаиннахунна мас'улатун мустантақатун. Өйткені сіздің тартқан тәсбихтарыңыздан болашақта сіздің қолдарыңыз сұралады дейді. Енді бұл жақсылықтан айтып жатыр ғой. Ертең қияметте біздің әрбір жасаған, әрбір дене мүшеміз бізге куәгер болады. Жақсылыққа да куәгер болады, жамандыққа да куәгер болады. Сол кезде сіздің тәсбих айтқан қолдарыңыз мас'улатун, Алла тағала тарапынан сұралады дейді. Сұраққа тартылады. Сонда мустантақатун, сіздің тәсбих айтқан саусақтарыңыз не істейді? Сөйлеп, сіз қанша тәсбих айтқандығыңыз жөнінде сізге куәлік береді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәсбих қолдану жөнінде де ғалымдар бұған не істеген? Осы хадистен тәсбих қолданудың жайыз екендігі, рұқсат іс екендігі жөнінде ғалымдарымыз үкім алып шыққан. Өйткені қолды не үшін санаймыз біз? Тәсбихтің сандарынан шатаспас үшін. Демек, тәсбихті да не үшін санаймыз? Тәсбих айтқан кезде саннан шатаспау үшін. Екеуінің атқарып тұрған міндеті бір. Сондықтан дейді, қараңыз, сіздің қолыңызда алып жүрген тәсбихіңіздің 3 түрлі сізге алып келетін пайдасы бар дейді. Біріншісі не ол? Әрбір тартқан тәсбихіңізға қиямет күні сол қолыңыздағы тәсбих куәгерлік қылады. Миллион рет салауат айттыңыз ба? Жоқ, 10 мың рет субханалла деп айттыңыз ба? 100 мың рет ла илаха иллалла деп айттыңыз ба? Тәсбихіңіз куәлік береді дейді. Бір. Екіншісі әл-муайну аля таа.
сізге құлшылыққа көмекші болып жатыр, дұрыс па? Кейбір тәсбихтар бар, мысалы, жаңа жоғарыда айтқан сияқты. Субханалла, 100 рет айтасыз соны сіз. 100 рет айту үшін қолыңызда тәсбих болу керек. Әйтпесе артық немесе кем болып кетуі мүмкін. Сол хадистегі сол сүйіншіге жету үшін пайғамбарымыздың айтқан санымен шектелгеніңіз дұрыс. Яғни санымен шектелгеніңіз деген кезде, содан былайша айтқан кезде кем болып қалмағаны жақсы, артық болса тағы бір есе көбейтесіз соны. 200 рет деген сияқты. Құлшылыққа көмекші. Екіншісі. Үшіншісі дейді ол. Сіз әр рет көрген сайын тәсбихті көрген адам не есіне түседі жалпы? Зікір есіңізге түседі, дұрыс па? Тәсбихті көрген кезде басқа нәрсе еске түспейді. Салауат еске түседі, зікір еске түседі. Алла тағаланы пәктеу, ұлылау еске түседі. Басқа нәрсе еске түспейді. Көрдіңіз бе? Әрдайым сіздің жақсы досыңыз сияқты көрген кезде Алланы еске түсіріп тұратын нәрсе дейді. Сондықтан тәсбихтің да осындай несі бар екен, пайдасы бар екен. Ең соңғы хадисті оқиық, бүгінгі сабақты сонымен аяқтаймыз, келесіде жалғастырамыз, жалғасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сунан Абу Дауттың хадистері жинағанда Абу Саид ал-Худри, Алла ол кісіден разы болсын, жеткізген хадисінде былай дейді. Әнна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Мән қала, кімдегім айтатын болса, радиту биллахи раббан. Жалғасын білеміз бе? Ва бил ислами динан. Ва би Мухаммадин расулан, саллаллаху алейхи вассалам расулан, ваджабат лахул джанна. Кімдегім? Радиту биллахи раббан. Ва бил ислами динан. Ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам расулан, ваджабат лахул джанна. Ол адам осы сөзді айтатын болса, жәннатқа кіретіндігі не болады дейді, бекітіліп қояды дейді ол адамға. Яғни осы сөзді айтатын, үнемі өмірінде осы сөзді серік қылған адам, ол адам жәннатқа кіреді екен. Енді біз осы сөздің мағынасына тоқталайықшы. Бұл дұғаларды айтқан кезде мағынасын сезініп айтқанымыз дұрыс. Мағынасын сезінсек, мағынасы терең. Қараңыз, радиту биллахи раббан. Мен Алла тағаланы Раб деп, жаратушы деп, Құдай деп разы болдым дейді. Қараңыз. Жүрекпен разы болу да. Бұл жерде тағы қандай разылық бар? Алланың берген, маған салған тағдырына разымын деген сөз. Түсінікті ме? Алланың тағдырына разымын мен. Тағдырға разы болмау бұл иманның кемелділігінен емес. Алланың берген рызығына разымын деген сөз. Аллаға разымын деген сөз. Яғни Алла тарапынан болып жатқан әрбір істі сіз разылықпен қабылдау керексіз. Бұл жоғары деңгей. Бұны кез келген адам жасай алмайды. Сыналып қалған сәтте адамдардың иманы белгілі болып қалады. Радиту биллахи раббан. Ва бил ислами динан. Қараңызшы. Ва бил ислами динан. Мен дінді, ислам дінін дінім деп қабылдадым. Дінім деп разы болдым дейді. Бұл сөздің мағынасы не? Мен дін әмір еткен кез келген нәрсеге қарсылықсыз мойынсынам деген сөз. Түсінікті ме? Қарсылықсыз мойынсынам. 5 уақыт намаз ба? Намаз. Ораза ма? Ораза. Дін тыйған кез келген нәрседен мен сақтанам деген сөз. Егер де сізде дұрыс қабылдау бар, бірақ сіз бұл мысалы қарап отырсаңыз, кейбір нәрселер келген кезде сіз өзіңіздің иманыңыздың әлсіздігін көрсетіп қойсаңыз егер, бұл дінді, ислам дінін дінім деп разы болуға, қабылдауға жатпайды. Түсінікті ме? Намаз мәселесінде, ораза мәселесінде, мысалы кейбір адамдар арақ шарап мәселесінде аз да бұрттап қойса, оған күнә жазылмайды деп айтатын болса, ол адам дінді, ислам дінін дін деп шынайы разы болмаған адам. Өйткені дін деп шынайы разы болудың мағынасы не екен? Бүкіл әмір еткен нәрсесін қарсылықсыз мойынсынасыз, бүкіл тыйған нәрсесінен сақтанасыз. Болды. Егер сіз нәпсіңіздің
азғыруына ілесіп, иманыңыздың әлсіздігімен жасай алмай жатсаңыз, оны мойындау керексіз. Бірақ оған бір сылтау айтып, бір діннен кемшілік іздеу қажет емес. Уаби Мұхаммадин саллаллаху алейхи салам расуля. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды қараңыз. Расулім деп қабылдау, разы болу дейді. Бұл не деген сөз? Пайғамбарды жақсы көру деген сөз. Түсінікті ме? Жақсы көру керексіз пайғамбарды. Сонымен бірге пайғамбарды жақсы көрумен шектеле ме? Жоқ. Сахабасын да жақсы көру керексіз пайғамбарымыздың. Бір сахабаны жек көріп, пайғамбарды жақсы көрдім деп айта алмайсыз. Және сонымен бірге қараңыз, пайғамбарымыздың отбасында жақсы көру керексіз. Пайғамбарымыздың бүкіл үмметін жақсы көру керексіз сіз. Не үшін? Өйткені бұл кісі пайғамбарымыздың үмметі болған үшін сіз жақсы көресіз. Бұл кісі де пайғамбарымыздың үмметі болған үшін сіз жақсы көресіз оны. Не үшін? Пайғамбарға деген құрметпен. Және солардың барлығына сіз не істеу керексіз? Жақсылық тілеу керексіз дейді өміріңізде. Жамандық емес біреуге. Өйткені не үшін? Бұл бауырыңыз пайғамбарымыздың ертең қияметте пайғамбарымыздың үмметінің қатарында тұратын, пайғамбарымыздың сабында тұратын, пайғамбарымыздың үмметі болған үшін сіз оған жақсылық қалау керексіз. Егер сіз шынайы пайғамбарды жақсы көретін болсаңыз. Не үшін жек көресіз пайғамбарымыздың үмметін? Пайғамбарды жақсы көретін болсаңыз. Сондықтан бұл дұғаның мағынасы терең. Радиту биллахи раббан, ва бил ислами динан, ва би Мұхаммадин саллаллаху алейхи вассалам расулан. Кімдегім осы ұғыммен өмір сүретін болса дейді, уәжабат лахул жанна, ол адамға жәннат уәжіп болады дейді. Жәннатқа кіруге ол адамның бұл жасаған амалдары не болады? Осы ұғымы, осы сенімі, осы өміріндегі ішкі жан дүниесі осындай таза. Ол адамның жәннатқа кіруіне себепші болады дейді. Алла тағала естіген білгендерімізбен амал жасауды нәсіп қылсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.